Сәлем hammaga. Bugun men 23-iyunda bo'lib o'tgan Portugaliya bilan O'zbekistonning orasidagi matchni ko'rib chiqamiz ham so'g'an o'zimizning fikrimizni aytib chiqamiz. Albatta, endi men oldin shu match туралы aytsam ekan deb yurdim. Ammo bo'lgan fikrim yo'q edi. Rasmda umuman fikrim yo'q edi. Sebebi futbol degan narsani men tushunmayman-da. Oldin umuman umrimda futbolni ko'rmadim. Kechakda 23-da o'zi birinchi marta ko'rdim shu futbolda O'zbekiston qatnashgani uchun. Сөйтіп, ұтылып қалғаннан кейін комментарийлерді оқып жатпан. Адамдар деген Роналдо актер екен, актриса екен деп жатыр. Ома нақақлықпен жеңді деп. Мен енді олардың айтқанына сенген жоқпын, себебі өзім мына футболдан хабарым жоқ та. Сөйтіп, видеоларды көріп жатпан, Растанамлардың қылықтарын көріп, мен ерім шығып кетті. Мен Растанам олар актер менен актриса екен. Адамдар актер демей актриса оларды батты, енді қайдым. Солардың айтқан растай сезіп қалдым өзім. Енді сол не сездім, не түсіндім, не көрдім, бәрін сізге айтып бермекшімін. Өзіңіздің бір пікірлеріңізді айтып өтіңізші, тек мен өзім ерім шығып жатып мерді. Біреумен сөйлесейін десем футболдан хабары бар досым жоқ қазір менің. Сол үшін сіздер комментарийға өзіңіздің пікіріңізді жазып өттің. Мен де өзім пікірімді сіздерге айтып беремін. Бірінші Хусамовты айтпасақ болмайды. Ол juda тәжірибелі спортшы екен. Ол өзінің қақпасына келтірген топты шетке ысырып жіберу бойынша бірінші орында деп айта алсам болады екен. Қарасаңыздар, мына жерде қарама-қарсы команда топты қақпаға қарай алып келтіреді, ол болса шетке аяғымен ысырып жіберді. Бұл үшін оған респект десем болады. Меніңше Хусамовтың миссиясы қақпасына келтірген топты кері қарай қайтару. Мына жерде де қақпашы жоқ болғандығы себебі ол жүгіріп барып топты кері қарай қайтарды. Ол өзінің командасына да жеткізген жоқ. Сонша тезлікпен жүгіргені ол топты кері қайтаруға үлгерді. Ал ол Роналдо түсінбей қалды. Қалай ол гол болмай қалды деп. Реал Мадрид бастан аяқ тек жығылғымен әуре болды. Нағара неше мәрте жығылып жатыпты ғой. Мына видеоларды мен көргеннен кейін ұлым арасынан жығыла береткенде біздерді кәдімгі жығылып жатыр, бірақ өйтіп жатырған жоқ. Қазір түрегеп кетіп жатыпты. Бәрібір оларға айтқан мен пайдасы жоқ. Тек Роналдоға болса береткен олар. Міне біздердің де жігіттер осы голды ұрды. Біздер қатты қуандық. Сол бір гол соғылған кезде адамдар деген қуанып жатыр. Онан бірақ көп көріп жатырмыз бір голдың өзін. Файзуллаевтың аяғы тиіп кетті, қағиданы бұзды деді, сонымен сол бір голын самап қойды. Мына жерде не болған түсінбедім, қарап отырып түсінбедім. Роналдоға біздердің қақпашымыз тиіп кеткені үшін бір нәрсе қылып жатыр, әйтеуір бір нәрсе деді. Не болып қалды түсінгенім жоқ ондай. Неғып беттен шеттен тиюетін болды ма, бір нәрсе болды меніңше. Ол тобы қисық кетті, бәрібір воротаға жеткен жоқ. Воротаға жетпей мияққа шығып жатыр, оның бәрі біздердің балаларымыз. Одан әрі мияққа қарай шығарып теуіп жіберді. Бағандан бері күйіп жатқан нәрсем осы жері. Енді Роналдоға бір кішкене жері тиіп кете қойған екен, соның өзіне сөйлеп шықты. Роналдоға зиян тигіздің деп енді. Соған Роналдо ататын болып жатыпты. Роналдо топты қақпаға теуетін болып жатыпты. Бұл сол кездің өзінде мына командасылармен ойласқан қалда бір жоспар құрған екен. Мына жоспарына қараңдар олма. Ататын болып атпай қалады, сосын ол басқа біреу атады. Омен мияққа шығып өзі қайтадан ататын болады. Омен біздердің қақпашымыз алдыға шығып өзі атып жібереді. Сөйтіп өтірікке актер болып жатады, нерде мені жарақатлады деп аяғым сынды дегендей қылып ойба келістіріп жатады нерде. Тағын жерім шыққаны, Хусам бір нәрсе болатын сезгендей, дәру қимылдап бір нәрсе қыла жығыды. Оменен Роналдоның қасындағылар оны ұстап тұрды да. Күшпенен ұстап тұруға не хақысы бар олардың? Мен соған ерім шығып кетті. Ол Хусамовтың бір нәрсе қылатын сезді ма, біле ма, сондай ол тезлікпен жүретін білетті ол не? Сол үшін оны ұстап тұрды. Енді мен мынаны көргенде дым-жаман көріп қалдым. Мына видеоны көрген кезде қараңда мүйіштен атқан топты мына қақпашы ұстай алмай қалды да.
мына Хусановты да мына бір қасында мына бір Реалдың адамы ұстап тұрды, қолымен күшпен, тағы қолымен ұстап тұрды да Хусановты. Не егер соны Хусановты ұстап тұрмаған кезде анау Хусанов тез артқа қарай шегініп жүгіріп, ана шеп аяқпен ба оң аяқпен ба артқа қарай атып жіберу мүмкіндігі бар еді. Не дегенде де бұл Хусановтың денесіне тиіп болғаннан кейін барып қақпаға барған топ. Егер ол кезде Хусанов болмаған кезде ол қақпаға бармас па еді деген ой болды. Бірақ бәрібір мына Реалдың адамы атып жіберу мүмкіндігі бар еді, бірақ сонда да Хусанов оны қайтаратын мүмкіндігі де бар еді. Сол үшін бұл жерде Реал қатты бас істеп жоспар құрыпты да мердене. Соның арқасында голды ұрып отырды қарамшылықпенен. Сол үшін Хусановтың көңіл-күйі түсіп кетті, ойын соңында жылады. Біреулер ол ұтылып қалған үшін емес, ол қарамшылықпенен жеңген ойын болған үшін жылады дейді. Бірақ мен айтарым, Хусановқа еш жылама, мойыма, керісінше бұл өмір екенін түсініп, әрі қарай алға басу керек адам деген. Командадағы барлық ойыншылар жақсы ойнайды, бірақ мен Хусанов пен Файзуллаевқа бешік кеттім. Екеуі жақсы алып барады екен ойынды. Мына жерде көп мәрте екеуінің жақсы ойын көрсеткендерін көре аламыз. Тіпті Хусанов Роналдоны итеріп жіберді. Адамдар соған қуанып жатыр. Неге аяғын сындырмадың Хусанов деп. Әрине әзіл ретінде ой. Сондықтан да бұл ойын жаман емес, жақсы көрсеткіш. Бірінші рет World Cupқа шықтық біздер. Соның өзі жетістік бізге. Соның өзі бізге үлкен жеңіс. Бүкіл әлем біздерді таныды. Сол үшін еш мойымаймыз, тек алға ғана баса береміз, Құдай қаласа. Конгоны жеңеміз деген үміттеміз.